Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай керемет сөмкені жасауды үйреткім келіп отыр. Ол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Бізге қажет заттар бұл бусин, яғни моншақтар. Бұл базарда сатылады, бағасы шамамен 2000-2500 мың төңірегінде. Көлемі осындай, өте үлкен емес, өте кішкентай емес, орташа көлемде. Ал енді леска қажет бізге. Бұл леска базарда және стройл материал сатылатын дүкендерде, болмаса қармақ сататын дүкендерде сатылады. 100 метрлік, бағасы 750 теңге тұрады. Және де бізге қайшы қажет. Қайшымен біз лескамызды кесіп жұмыс жасайтын боламыз. Сөмкемізді тоқуға кірісеміз. Ең алдымен лескамызға бір моншақты өткізіп, және де кіші жағын кері айналдырып тағы да өткіземіз. Бұл біздің моншағын.
Енді дәл осылай былай қарай 26 рет тоқышамыз. Вот, мен уже біразын тоқып тастадым, бірақ әлі біткен жоқпын. Мұнда менде лескам таусылып қалды. Ол кезде вот, қараңыздар, мен уже 26 рет тоқ болдым. Былай қарай 16, былай қарай 26. Қараңыздар. Енді біз сөмкемізді осылай бүктейміз. Бұл үлкен сөмке емес, осындай кішігірім ғана.
кіргізбесеңіз бұл жолы біз бір лескамен емес, екі лескамен тоқитын боламыз. Көрсетем, қараңыздар. Мінекей, бізде екі леска, ортасын бірдей қылып аламыз, және де әрі қарай тоқимыз. Одан кейін біз бұл жолы басқашалап түйетін боламыз, яғни крючок арқылы. Қараңыздар, енді мына лескамызды мына моншақтан өткіземіз. Мұқият қарап отырыңыздар видеоға. Енді мына моншақтан өткіземіз. Вот. Бұл жетімді бағада өздеріңіз тоқып алсаңыздар, қандай керемет.
және де келесі жолы сіздерге осындай сөмкелерді тоқуды үйретемін. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Айгерім, қош сау болыңыздар.